Сәлем достар, менің есімім Масылзат. Мен Атырау қаласында Абай атындағы орта мектепті аяқтадым. Мектепті үздікпен аяқтадым, барлық сабақтарым жақсы болды. НТ-дан бірақ аз балл жинадым. Оның барлығына 71 балл жинадым. Бірақ Қазақстанда оқуға түстім. Алайда маған Қазақстандағы оқу емес, маңыздысы өзімнің мақсатымның жетегінде Түркия мемлекетінде оқуға түсу болды. Қалай Түркия туралы білдің? Қайдан білдің? Кімнен білдің? Түркия мемлекетіне оқуға түсу мақсатым болды. Бұл үшін, яғни барлық интернетті ақтардық қазіргі таңда. Соның нәтижесінде Instagram желісі арқылы Білім Station компаниясын тапты. Білім Stationдағы ағай апайлар бізге көмектесті документ жағынан, яғни барлығын дұрыстау жағынан. Түркияда, яғни виза жителство Түркияда жүру үшін құжаттарымызды барлығын реттестірді. Университетке түсірді. Қазір Сакария мемлекеттік университетінің студентіміз. Мына жақта жатақхана, барлығы жақсы. Сакариядағы өмірімізге ризамыз. Мен сияқты тағы менімен бірге 5-6 студент келді. Олар да риза. Сакарияда бірнеше қазақ жастары бар. Барлығымыз бірлікте, көңілді күндер кешудеміз. Барлығы жақсы. Сакария университетіне келетін болсақ, Сакария университеті ең біріншіден мемлекеттік университет болып табылады. Сонымен қатар Түркия мемлекетіндегі үздік 30 университеттің қатарында. Сонымен қатар жалпы бұл университетте 100 мыңдай студент оқиды, оның 5-6 мыңы шетелдік студенттер. Яғни шетелден бұл жаққа келіп, Сакария университетіне келіп оқитын оқушылар саны көп. Өйткен себебі Сакария университеті мемлекеттік университет болғандықтан, әрі онда бірнеше ұлт өкілдері оқып жатырғандықтан, біздің қазіргі таңда яғни келешекте алатын дипломымыз кез келген шетелдің қай түкпіріне барсақ та пайдаға асады. Бұл себептен қорықпай оқи аламыз. Және шетелден де қаншама студенттер осы мемлекеттік халықаралық дәрежедегі дипломға сеніп оқып жатыр. Тағы бір айта кететін жағдай, егер сіздер түркше білмейтін болсаңыздар, бұл мүлде қиындық болып есептелінбейді. Өйткен себебі Түркияға келгеннен кейін кез келген студент қай универге түссе де ең алдымен түркше тіл оқиды. 1 жыл, яғни Томерде түркше тіл оқып, келесі жылғы оқуға дайындық курсы болады 1 жыл. Бұның ақшасы енді өз алдына бөлек. Осы 1 жыл түркше тіл оқығаннан кейін 4 жыл Қазақстандағыдай өзінің мамандығы бойынша оқиды. Бірақ ең үлкен ерекшелік бұл жақтағы білім Қазақстанмен мүлде салыстыруға келмейді. Қазіргі таңда Сакария қаласында 80-нен астам студенттер бар. Бұл студенттердің барлығы үнемі қандай жағдай болсын, жиын, той, қуаныш, тіпті кейбір проблемалар болса да барлықтары бірге үнемі бір-бірінің жанынан табылып жатады. Оның үлкен бір дәлелі биылғы жылы алғашқы рет Сакария қаласында Қазақстан Республикасы жастарының бас қосуы, жиын тойы өткізілді. Яғни Түркиядағы қазақ жастарының құрылтайы болды. Бұл құрылтайға Түркияның шет қалаларынан 300-ден астам студенттер келіп, барлығы бірге бас қосты, үлкен құрылтай болды. Бұл құрылтайға Қазақстанның бас елшісі Абзал Сапарбекұлы қатысты. Яғни үлкен дәрежедегі, жоғары дәрежедегі үлкен бір құрылтай болды. Бұның барлығы осы Сакария қаласындағы қазақ жастарының бірлігінің, ынтымақтығының нәтижесі. Мен Мина жатақханасында, яғни жекеменшік жатақханада тұрып жатырмын. Бұл жатақхананың ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, күніне 2 мезгіл тегін тамағы бар, яғни таңертеңгі ас пен кешкі асымыз бар. Сонымен қатар жатақханада, яғни апайларымыз бар, үнемі біздің аптасына 2 мезгіл бөлмелерімізді келіп жинап, яғни Қазақстандағы қонақ үйлерден артық қызмет көрсетеді. Сонымен қатар кір жуу немесе тағы сол сияқты кез келген кішкентай істердің өзі бұл жақта ешқандай қиындық тудырмайды. Өйткені себебі барлық жағынан жатақханадағы апайлар көмектеседі. Және ең үлкен ерекшелік Сакария қаласында, жалпы Түркияда қыздар мен ер балалардың жатақханалары 2 бөлек орналасады. Бұл ең үлкен ерекшелік деп түсінемін. Және университет пен жатақхананың ортасы жаяу жүретін болсақ 10 минут дегенмен жатақхананың автобусы бар, ол бізді сабағымызға уақытысында апарып, уақытысында алып келіп жүреді. Ешқандай қиындық жоқ, яғни бақытты өмір кешіп жатырмыз деп айта аламыз. Және бұл жатақхананың бағалары, жалпы Түркиядағы Сакария қаласында жатақханалардың бағалары 25-35 мыңның ортасында, қатты қымбат емес. Қазір мен осы Сакария университетінің Томер мектебінде оқып жатырмын, яғни түркше тіл курсын үйренудемін. Бұл түркше тіл курсы, яғни барлық шетелден келетін студенттер үшін міндетті түрде 1 жыл. Бұл дайындық курсы ретінде түркше тілді үйрену үшін, яғни келесі жылы бакалавр басталғаннан кейін сабағында ешқандай қиындықтарсыз жеңіл үйрену үшін бұл ең үлкен керек
жағдай, яғни міндетті жағдай түрікше тіл үйрену. Сонымен қатар қазіргі таңда Томерде, яғни түрікше тіл үйрену курсында бірнеше шетелден келгендер бар, яғни Сомали, Йемен, Қазақстан, Әзербайжан, Чеченстан, тағы Қырғызстан, Өзбекстан, көптеген мемлекеттерден, Арабиядан қаншама студенттер келіп жатыр. Барлығымыз бір үйдің баласындай қазір тату бірлікте сабағымызды оқып үйренісіп жатырмыз. Яғни басқа ұлт болсын, тіпті қазақ болсын, немесе басқа ұлт болсын, ешқандай сыртқа тебу деген жоқ. Барлығымыз ұйымшылмыз, бірліктеміз, бір үйдің баласындай, тағы да айтам, бауырмал болып бірлікте өмір сүріп жатырмыз. Томерді аяқтағаннан кейін түрікше тіл біледі дейтін куәландыру сертификатын аламыз. Осы сертификат арқылы бакалаврды бастай аламыз және одан әрі дамыта аламыз. Қазір біз Томерде, яғни бірнеше ұлт өкілдері болып сабақ оқып жатырмыз. Алайда түрік тілдес халықтар үшін, яғни қазақ, өзбек, қырғыз, Әзербайжан сияқты ұлттар үшін түрікше үйрену ол мүлде қиын емес. Қазіргі таңда, яғни Томердегі менің сабағым өте жеңіл өтіп жатыр деп айта аламын. Өйткені себебі біздің тіліміз бір-біріне ұқсас болып келеді, сонымен қатар грамматикамыз барлығы жағынан қазір ешқандай қиындықсыз, проблемасыз сабақ оқып жатырмыз. Егер мақсаттарыңыз, яғни оқимын деген мақсаттарыңыз болса, онда ешқандай нәрсе сіздерге қиындық тудырады деп ойламаймын. Біз үшін де қазіргі сабақ өте жеңіл өтуде. Биыл 2020 жылы мектебін бітіріп, немесе колледж бітіріп, универге түсетін оқушыларға, студенттерге ең үлкен айтатын, ең бірінші айтылатын кеңес бұл Түркияға түсіретін қаншама компаниялар бар. Біз сіздерге олай істеп береміз, бұлай істеп береміз. Бірақ солардың ішінен адалын табу ол ең үлкен қиын жұмыс. Сол себептен алдымен кететін ақшаны ойлаңыздар, ол ата-аналарыңыздың маңдай терімен тапқан еңбегі. Бұл себептен үлкен ойланып, айтады ғой, 1000 рет ойланып бір рет кес деп, сол сияқты үлкен ойланып, мұқият мән беріп, компанияны толықтай зерттеп, содан соң ғана оларға сенуге кеңес беремін. Біз өзіміз осы Түркияға келетін кезде алданып, түрлі қиындықтардан өтіп келгендіктен, өзімізден кейінгі жастарға, біздің қатарларымызға біз жасаған қателіктерді жасамауға кеңес береміз. Ең маңыздысы басқа мемлекетке, яғни Түркияға келетін кезде ешқандай қорқыныш бойларыңызда болмасын. Өйткені себебі сіздер өздеріңізге сеніңіздер. Бұл қазіргі біздің жасымыз ең маңызды, осы білімге жұмсайтын жасымыз, білімге жұмсайтын уақытымыз. Бұл уақыт бізге қайтадан айналып келмейді. Осы оқу үшін берілген, өзімізді дамыту үшін берілген уақытты мұқият жақсы жағынан үнемді пайдалануға тырысайық. Және оқимын деген оқушы, студент үшін ешқандай нәрсе қиындық келтірмейді. Тіпті сабақта қиындық болсын, болмасын, бұның барлығы ешқандай қиындық келтірмейді. Ең маңыздысы өздеріңізге сеніңіздер, өздеріңіздің мақсаттарыңызға сеніңіздер. Және қай жерде, қай қалада, ата-анаңыздың жанында немесе алыста болсаңыз да, сіздер оқи аласыздар. Ең маңыздысы өздеріңізге сеніңіздер.